Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәріментерге бай өте дәмді қызылшамен салат даярлайтын боламыз. Салат өте оңай даярланады және көп ингредиентті қажет етпейді. Салат үшін асылған қызылша, алма, грек жаңғағы, майлылығы жоғары сметана немесе майонез қажет. Салат толығымен пайдалы болу үшін майлылығы жоғары қаймақты немесе үй жағдайында даярланатын майонезді қолдансаңыздар болады. Алманы жуып алғаннан соң оны майда 4 бұрышты бөліктерге бөліп даярлап аламыз. Алманы ыдысқа салып қоямыз. Қызылшаны дәл алма секілді майда 4 бұрышты бөліктерге бөліп даярлап аламыз. Қызылшаны алманың үстіне саламыз. Грек жаңғағын пышақпен ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Үгітілген грек жаңғағының жартысын алма мен қызылшаға қосамыз. Майонез немесе қаймақты қосамыз. Мен майлылығы 15% қаймақты қолдандым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатты ыдысқа орналастырамыз. Салаттың бетіне грек жаңғағын себеміз. Осымен біздің өте дәмді, өте оңай даярланатын дәрументерге бай салатымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.